осы біз келген отельдің көрінісі. Отель, спа, бассейн. Ішінде бәрі бар. Қасында мына орман. Сосын оның қасында тағы бір қонақ үй бар. Мұнда келсеңіздер, бассейн ішінде асханасы, жатын орындары бар. Ал балаларға арналған ойнайтын жері мына қасындағы жанындағы көрші отельде. Біздің орналасқан жеріміз жаңа айтып өткенде Әлем Плюс деп аталады. Ал көрші бұл жерде Гранд Хотел Бурабай. Қазір сіздерге көрсетемін. Қасында суы да, тауы да, ағашы да бәрі қасында. Қасында детский площадкасы бар осы жерде. Жаздың күні ойнағанға. Бұл жаңа көрші отель Гранд Хотел деген. Жазғы ойнайтын площадкасы. Жаздың күні келсеңіздер керемет болатын шығар күн. Балаларға деген ғой, далада ойнайды. Табиғат аясында. Сразу шыққан бойда отельден. Мында качелясы бар. Фото-видеоға түскенге. Суы бар, тауы бар дегендей. Жаздың күні осында шомылуға. Қыстың күні бүгін 8 март. Біз осында қыдырып кеп қалдық. Жағында колесо обозрения бар екен. Бұл біздің қоныстанған отель. Ішінде мебель болсын, басқа заттары болсын ескілеу, бірақ бағасы да соған сай жақсы әрі тиімді. Бұл жерде бізде қону үшін ғана, негізінде біз сыртта өз уақытымызды қызықты етіп өткіздік. Бізге бәрі ұнады. Барлық жағдай жасалған. Көріп тұрғандарыңыздай, ішінде фен, душ, туалет, жуынатын барлық жері бар, барлық заты бар. Мұндағы іліп қойған орамал біз өзіміз алып келдік, себебі басқа жердің орамалына бетімізді сүрткіміз келген жоқ. Басқа орамалдарды қолданамыз бассейнге, тағы басқа заттарға. Ал бетке келгенде мен өзімнің орамалымды алып жүргенді жақсы көремін. Әрі қарай жеке бай көрсететін болсақ, мұндағы барлық жерін тазалап жинап қойған. Осындай зубная щетка, пасталар берген. Мұнда гель для душ бар, сосын шампунь бар бас жууға арналған, және де міне осындай кішкентай сабын да берілген қол жууға. Барлық жағдай жасалған, және де іші өте таза. Ал енді жататын орынмен ол жердегі жиһаздарды көрсететін болсам, көбісі ағашпен жақсы. Отопление бұл жерде қосылып тұр, өйткені бөлме кішкене бәрібір де салқындау. Жоғарғы этаждың бөлмелері, біз 3-ші этажына келіп қоныстандық. Бізге сол жерден номер берілді. Осында мұндағы дивандары ашылады.
ашылып, оған балаларыңызды өздеріңіз болсын жатсаңыз болады. Ұзыннан ашылады, жақсы екен. Мұндағы балконы пластик, есіктері, терезелері пластик. Қазіргі заманға сай, перделері бәрі таза, материалы жақсы. Тек мұндағы көріп тұрғандарыңыздай өте ескі жиһаздар, шкафтар болсын, холодильник, кішкентай холодильнигі бар, бірақ біз бір-ақ күнге келіп кеткеннен кейін оған қатты мән бермедік. Бұл жерде мен өзім отельге баға беріп, яғни отзыв айтып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай бәрі ескі. Кім жаңа ұнатады, жаңа бөлме болсын, бәрі жаңадан болсын, басқа жерлерді іздестіріп қарастырсаңыздар болады. Кім экономны қараймын, барсам болды, бұрап айтып көрсем болды, қыдырып қайтсам болды дейтіндер болса, осындай отельдерге келіп кетсеңіздер де болады. Ал енді мына көріп тұрғандарыңыз біздің берілген бөлме, осының қасында тағы да бір есік бар. Сосын жаңағы көргеніңіздей коридор, ұзыннан коридор болады. Ол жерде де басқа номерлердің есіктері. Былай сіздерге жақыннан көрсететін болсам, іші осылай кең екен, таза екен. Енді біз барған күн адам аз болған шығар деп ойлаймын. Мүмкін бар шығар, бөлмесінде отырған шығар, мүмкін басқа жерде қыдырып жүрген шығар, ол жағын білмедік. Примерно сіздерге көрсетейін. Тағы да бір бөлмені қазір көрсетемін. Біз 2 семья болып бардық. Тағы бір бөлме, екінші семьяның қоныстанатын бөлмесі кішкене басқалай. Себебі оларда 2 үлкен, 1 детский деп бұрын жасадық, ал бізде 2 үлкен, 2 детский деп жасадық. Себебі 5 жасқа дейінгі балаларға төсек орын, тамақ берілмейді, сол үшін де тегін болады. Ал одан жоғары жаста, яғни 6 жастан 12 жасқа дейінгі 9 мың теңге. Біз демалыс күнінде сәйкес келгендіктен бізге 38 мың деп есептеді. Негізінде 35 мыңнан жаңағы қонақ үйді бұрын жасасаңыз болады. Айта кетейін, бұл қонақ үй маған рекламаға деп ешқандай ақша ештеңе төлеген жоқ. Мен өзім келіп кеткен жерімді сіздерге көрсетіп жатырмын. Болашақта өзімізге де естелік болып қалсын деп осындай видеоларды түсіріп салып жатырмын. Байқағаныңыздай адам санына байланысты мұндағы тоңазытқыштардың да көлемі кішірейіп жатыр. Ванный осындай, дәл біздікіндей, бірақ айнасы басқа екен. Енді әр бөлмеде әртүрлі адам санына байланысты әртүрлі бөлме беріледі. Көріп тұрғандарыңыздай бізде спальня еді, мұнда 2 үлкен кровать екен. Сосын диван тоже ашылады. Ал енді балкондағы көрініс бәрінде бірдей өте керемет, әдемі. Қыстың күні болсын, жаздың күні болсын, табиғаттың сұлулығы қай мезгілде болсын өте әдемі. Мұнда енді ұзыннан коридор, бірнеше бөлмелері бар. Көріп тұрғандарыңызда ең жақсы 2 жақты лестницалары бар екен. Барлық этажды соңынан аяғына дейін түсіріп шыққан жоқпын, ол уақыт алады. Ең бастысы өзіміз тұрған этаждың коридорын, бөлмелерін түсіріп шықтым. Барлығы бірдей деп ойлаймын. Коридорлары, бөлмелері, себебі бұл қонақ үй. Ал енді негізгі төменгі этаждарда не бар екен
көрсетіп шығайын. Мен яғни біз келген кезінде мен камерамды алып үлгермедім. Ең алдымен кіріп жайғастық, сонан соң камераны алып түсіре бастадым. Сондықтан бұл видео біздің бөлмеден басталған. Ал енді бірінші этажды көрсететін болсам, бұл жерде келген кезінде осылай отырып демалуға болады. Жоғарғы этажға түсіп көтергенде шаршап қалсаңыз, әрі қарай бассейн. Осы этажда бассейнде, столовыйда орналасқан. Мұнда әйелдерге арналған бөлме, жаңағы киімдерін ауыстырып не істейтін. Келесі ерлерге арналған әрі қарай есігі бар. Мына жерден жаңағы екі жақты лестница деп айттым ғой, түсіп шығуыңызға болады деп. Әрі қарай жаңағы біз түскен лестница, сонан соң мұндағы VIP кабина ғой деймін, өздерінің жаңағы бірдеңе өткізетін. Ішіне кіріп көрген жоқпын, былайша түсіріп кеттім. Мынау енді столовыйға кіре берісі, қасында туалеті бар. Көріп тұрғандарыңыздар, біз келгенде әзірге ешкім жоқ болды. Мүмкін олар тамақтарын жеп кетіп қалған шығар. Осындай шағын ғана екен, іші таза, әдемі. Әрі қарай енді қабылдау бөлімі, яғни бірінші этаждан төменге түсеміз. Осындай әдемі етіп безендіріп қойған бұл жерде, яғни сыртқа шығатын есікке қарай қазір түсіп көрсетемін. Мынау енді сыртқы есіктен кіретін жері. Осылай сыртқа көліктеріңізді қойып қоясыздар. Мында диван, мына жерде батуттар тұр. Ол жаңа горкадан ұшу үшін тегін беріледі. Мына жанында жаңағы ресепшн дейма, сол. Бұл жерде де отырып күтсеңіз де болады, демалсаңыз да болады. Мына жерде купальниктері сатылады. Жаңағы екінші этажда бассейн бар ғой, соған алып келмеген болсаңыз, жоқ болса, осы жерде дайын сатып алуыңызға болады. Ал енді келгесін ресепшннен құжаттарыңызды реттеп, номердің кілтін алғаннан кейін осылай жоғарыға көтеріліп кетесіздер. Сразу ескерте кететін жайт, үлкендеу кісілер келсе, немесе баласымен, кішкентай баласымен келіп түсіп шығуға қиналатын болса, екінші этаждан орынды бұрын алдын ала жасап алсаңыздар болады. Ескертіп айту керексіздер, баламен немесе үлкен кісімен деп. Себебі әрі қарай жоғарғы этаждарға түсіп шығу қиын болады ол кісілерге. Өйткені мұнда лифт жоқ, тек қана осындай баспалдақтар. Ал мынау енді балконнан қарағандағы керемет көрініс. Көріп тұрғандарыңыздай қандай күшті таза ауа, тып-тыныш, көзіңде демалады, жаныңда, тәніңде бәрі демалады. Былайша айтқанда бір келіп кетуге кеңес беремін. Бұл видео негізі осы отель жайында болғандықтан, біздің сыртта өткізген қызықты сәттерімізден үзінділерді бұл жерге салмадым. Ол жайында видео түсіріп, екінші өзімнің каналыма салдым. Осы жерге сілтемесін тастап кетемін. Қызық болса, кіріп қарасаңыздар болады. Отбасымызбен сыртта серуендеп ойнап келгеннен кейінгі көрініс бұл. Естелік болып қалсын деп осында салып қойдым. Включи Солай сырттан келіп перекус жасап, бассейнға тартып, бассейннің ішкі көрінісі міне осындай. Ұзыннан ар жағында тағы да отыратын орындықтары бар, демалатын. Көріп тұрғаныңыздай адамдардың аз екенін байқаймыз. Қатты көп емес, себебі праздник күндеріне түсіп қалды. Оның үстіне күн суық, енді көбісі мұнда жазда келетін шығар. Білмедім енді. Мынау енді біздің қазір қыздарға арналған жуынатын жаңағы киінетін бөлмесі.
душы бар, шыққаннан кейін шайынып сразу киімдеріңізді ауыстыратындай. Мұнда осындай шкафчиктері бар, әр шкафчиктің өзінің кілті болады. Мынау жаңағы сыртқы есік, осылай сыртқа шығып кетесіздер. Видеода көрсеттім мына есікті. Давай, покажи. Ой, молодец! Класс, класс! Как мама цвета тоже. Давайте, привет! Привет! На бассейн. Beleza, cara, vai. Біздің балалар осылай суды, бассейнде жүзуді жақсы көргендіктен арнайы осындай қонақ үйді жалдап бір күнге келіп кеттік. Себебі көріп тұрғандарыңыздай оларға қатты ұнайды, оларға өте қызық болды. Содан бассейннен шыққаннан кейін кешкі асты ішу үшін көрші отельға кеттік. Себебі бұл жердегі Олимп Плюстың отелі столовый тек 9-ға дейін істейді, ал келесі отельде өзінің рестораны бар, ол 11-ге дейін істейді екен. Көрші отель бұл Гранд Хотел Бурабай. Күндізгі қасында не бар екен бәрін түсірген едім, видеодан қарап шығыңыздар. Бұл жерге баруымыздың себебі, ол жерде кішкентай балаларға арналған ойнайтын бөлме бар дегендіктен, әрі қатты кеш болып кеткендіктен сол жерге барып тамақтанып, балалар да сол жерде ойнасын деп шешім қабылдады. Ал мынау енді сол отельдің кіреберісі, өте әдемі екен. Бағасы қатты қымбат емес бұның да, бірақ жаңағысы ескілеу болғандықтан ол арзандау, ал мынаның ішінде бәрі жаңадан сияқты. Таза, бұл жерде өте жақсы. Қазір сіздерге 2-ші этажға шығып көрсетемін. Бұл жерде балаларға ойнауға арналған кішкентай бөлмесі бар екен. Қазір соны барып көреміз, ал рестораны ол 1-ші этажда орналасқан. Іші осындай кішкентай ғана, шағын ғана бір бөлмелі. Ішінде көріп тұрғандарымыздай шарикер, горкасы бар, качелясы бар, сонымен қатар телевизор қосылып тұр. Ол жерде балалар мультик қарауына болады. Ал мынау енді жаңағы рестораны, мұндағы кіреберіс жері, біз келген жер. Осылай тіке жүріп келесіз, іші осындай.
Осылай бұл жерден тамақтанып болып, бөлмемізге барып ұйықтап, ертесіне Жұмбақтасты барып көріп қайттық. Жұмбақтас жайында менің YouTube арнамнан видеоны қарасаңыз болады. Біз жолға шығып осында келген күні ауа райы өте керемет болып тұрғандығын, ертесіне қайтар жолда ауа райы бұзылып, боран бола бастады. Бірақ біз үлгеріп, Астанаға аман есен жетіп алдық. Біздің YouTube каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға көп рахмет.